Yaxşı balayım apa. Sizді de төрге сосын кейін мына құдалар жақтан бас құда мен құдағи, Нұрлан құда және құдағиымыз келіңіздер сіздер де ортаға шақырайын. Бүгін міне Ахмеджарымыздың тұсауын кесеміз. Сондықтан міне төрдегі ата әжелерінің ақ батасы керек. Той төріне үлкен анамыз бен нағашы атасы, нағашы апасын шақырайын. Елдердегі дефицит болды бүгін. Бәрекелді, міне біздің Ахмеджарымыздың тұсауын кесу үшін ортаға құтты қонағымыз оңтүстік жолаушылар тасымалының басшысының орынбасары Нұртуған Байжігітұлын ортаға шақырайықшы. Бар ма осы кісі? Бәрекелді, ал енді құрметті қонақтар, ең керемет сәт. Сондықтан міне Ахмеджарымыздың қазір тұсауы кесілетін болады. Тұсауы кесу үшін ортаға міне Нұртуған мырзаны шақырып отырып, ендеше Ахмеджарымыздың екі қолтығынан демейтін жеңгем қайда кетті? Ағамды тапсам, жеңгемді таппай қалам, жеңгемді тапсам, ағам кетіп қалмадыр. Міне, бірінші жақсылық болғаннан кейін құрметті ағайындар, той болғаннан болады қызық дейді ғой. Ал енді ортаға қояйық. Ал енді кішкене ата-анасы тұрмаса қазір бұл кісіде переходной возраст Ахмеджарда. Ал енді міне ала жіппен бисмилля деп оң аяғынан бастап Нұртуған ағамыз байлап жатыр. Al енді алдынан кесіңіз. Ал жақсылыққа өмірің ақ жол болсын. Ай бәрекелді, міне ақ жол. Отырыңызға салайық енді, сіздер аман. Бәрекелді. Ал енді қаумалымайық шаға. Енді міне қазақ дәстүрі бойынша ал енді міне қайсын аламыздар? Жоқ, керек емес. Домбыра. Домбыра керек емес. Жарай, домбыраны алдырды қой. Самый главный Ахмеджардың тұсауы кесілді. Бәрекелді. Ал енді елдер. Рахмет, Нұртуған Байжігітович, рахмет, Алла разы болсын. Сізде үлкен азамат болсын, ақ тізгін ұстары. Рахмет, екі жеңгесіне рахмет, қолтықта отырған. Алла разы болсын, рахматыңызға. Ал Элдар келін осы орын дастарханда болғандықтан Элдар ары қарай тоқ сөйлеуге дайындап жатамыз. Бірақ осы айтылған сөзді
сол сөзін орындап, Елдар бауырым, мен баламның сауын келсін деп шақырып отқан ел бар. Енді баламыздың қадамы оң болсын, әрқашанда ақ жол болсын, үлкен азамат болып, тек қана Елдардың ұлы деп бүкіл Қазақстан республикасына танымал азамат болып жүрсін. Әумин. Бәрекелді. Әр уақытта ата-баба, әр уақыт қолдасын. Ата-бабалары аунап жатып, Аллахтың тілеуін тілесін. Бұның дүниеге әппақ болып туған үшін атын өртіп, ат қойып қойдым. Енді басқа да бірнеше жақсылықтарға жете берсін. Әдесі жалғастырып. Қадамы мықты болсын, жолы әрқашанда ашық болсын. Алды туған аға, сізге көп рахмет. Баламыздың қадамын тұсауын кесіп беріп жатырсыз. Сіз сияқты үлкен азамат болсын. Сізге көп рахмет. Енді біздің отбасымыздың атынан өзіңізге азғантай сыйлығымыз бар, соны қабыл етіңіз. Ортаға келіңіз. Келесі кезекте осында бізді баламыздың қолынан ұстап жетектеген екі жеңгесі, бірі абыс, екеуі де абысыным, Айым абысыным және Айжамал абысыным Астанадан келіп отыр. Сол кісілерге де кішігірім сый-сияпатым бар. Табыстауға рұқсат етіңіздер. Осында ата-аналарымызды шақырып отырмыз. Ол кісілерді бізді осындай дәрежеге жеткізіп, үлкен азамат қылып отырған, осындай күнге жеткізген сол кісілердің арқасы деп білеміз. Бағанан бері сол кісілерге үлкен жылы сөздер айтылып жатыр. Сіздерге көп рахмет. Сіздер аман болыңыздар. Сіздердің арқаларыңызда біз мың жасаймыз. Және де мамамызға, папамызға арнаған кішігірім сый-сияпатымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Болмасын қайғы ойым ойыңда, бақытым деп бағалай, сен қуанып қаладай, ерекше сый жасайын бойыңда. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қаладай, ерекше сый. Ақ жаулықтарыңыз және қолдарыңызға алтын сақина, игіліктеріңізге тағыңыздар. Папамызға осылай тойланбалаққа киіп жүріңіз. Және де Елдардың папасының орнында папа болып жүрген жездеміз бар. Төлен жезде, сізге де сый-сияпатымыз бар, келіңіз. Барлық қуанышымызда ортақтасып, біздің барлық еркелігімізді көтеріп жүрген осы кісі, Елдардың папасы. Көп рахмет. Көрде, мына кішкентай тұсауын кесіп беріңіз, лайым сізге ұқсасын. Кім тұсау кесіп соған ұқсайды дейді, келіннің бетін кім ашады соған ұқсайды дейді. Кішкентайға батыры болар екенсің алып тұлғалы, ақын болар екенсің жазып жыр әнді, әкім болар екенсің елін сыйлаған, айналайын балапаным. Ұзақ өмірлі үлкен азамат болсын.
қандай шапан кигендер алдыға бірақ бір қадам шығыңыздаршы. Шапала құрып қойыңызшы, мынандай деген керемет қой, размерін келтіріп тұрып, ертең ұлыстың ұлы күнде осыны киіп жүріңіздер, құрметті қонақтар, Мына ата-анасын сыйлаған, мына сіздерге деген рахметтерін айтып жатыр. Мына Ахмет жарымыздың тұсауы кесілді, тұлпарларыңыз тынысты, дастархандарыңыз ырысты болсын. Осындай керемет той баршаңызға жұғысты болсын, құрметті ағайындар. Ал енді бір осында тағы да біздің елмеда құдағиымыздың құдағи келіп отыр екен. Осы кісіден бір сөз болсын. Ал құрметті құдағилар, бүгінгі елдармен құдаша талшынның тойы болып жатыр, міне кішкентай тұсаукесер болып жатыр. Құдағи бірге дастархандас болды. Жақсылығыңызға жақсылық болсын, тойыңыз құтты болсын, немере шөберелеріңіз көп болсын, ақболатты аналарыңыз көп болсын. Құдағи тойларыңыз құтты болсын. Сіздердің қуаныштарыңызды бөлісіп келіп отырмын сіздермен бірге. Құтты болсын. Сол құдағиға өзінің ақ жаулығың бар еді, шапаның бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Бәрекелді, міне. Құдаң құрдасындай, құдағиыңыз сырласындай деп, міне. Құдағиының шашбауын көтеріп бүгін біздің үлкен анамызға ақ жаулығын және де әдемі камзолын жауып жатыр. Талшынға. Ал енді бір суретке түсіп алайық, келіңіздер, бір жақсылап тұрып осы тойдан естелік болсын, содан кейін сіздер үшін Сарын тонның тыбынаға әнін тыңдайтын боламыз. Бәрекелді. Ал енді талшын мынаны кімге береміз? Ырымдап. Мына Ақжол дегенді ырымдап берейік біреуге. Кімге бергім келеді? Осында үйленбеген қайным бар, бойдақ қыздардың құлағына алтын сырға. Бағдат. Бұйырса келесі кезек сенің балаңның сауын кесуі нәсіп етсін. Бейді, енді бойдақ екен. Біздің Бағдат бауырымыз ғой, менімен аттас. Сондықтан бұнда тұсау кешіп жүру керек еді негізі, енді келесі той осының үйінде болсын. Жарайды енді. Бір кішкене мына қамшымен ұрып қояды, аластап, тез-тез үйленсін деп қояды. Ал енді мынау саған, осы ырымдап беріп жатыр, келесі той осы қайнымның шаңырағында болсын, үйленсін, балалы болсын, өмірлі, үшігірлі болсын деп жатыр. Ойбай, қай кетіп қойды мынау. Берекелеп отырсақ. Бәрекелді. Бәке, той сіздің үйінде болсын еді, келесі Алла қаласа. Ал енді құтты орындарыңызға жайғаса қалыңыздар. Сарын тобын ордаға шақырайын, тамаша ән тұсаукесер құрметіне. Ал енді құрметті ағайындар, Сарын этно ансамблінің тамаша әнін қабыл алыңыздар. Тұсаукесер әні. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Сарын.
ансамблі. Ал енді құрметті ағайындар, келесі қонақтарымызды ортаға шақырайық. Осы жерде Елдармен Талшынның ұжымдастары той төріне Хатима Ахметбековна бастаған Мирас Абдикаримович, Алмас Қуанышұлы, Ерлан Талғатұлы жұбайымен, Қалмұхаммед ағам, Сәкен Тілеуханұлы, Нұртуған Ахан Әділханұлы, Ерлан Бақтияр, Нұрмахан Қолғанат жұбайымен және Ернар атты қонағымызды той төріне шақырайық. Және де Төле-би мектебінің ұжымы Ардақ Төлепбаева бастаған Батима Салтанат Нұрсұлу, Айнора Камила, Индира Айжан, Гүлжан Қыздыргүл, Айгүл Нағима, Ақмарал Динара, Индира Гаухар атты қонақтарымызды той төріне шақырайық. Келіңіздер, аталған қонақтар билеп келе беріңіздер. Әсем Алтынай дейді, және де Нұрлан Дана Айсұлу Ерімбековна, Балауса Маржан, Назира Айжан, Арайлы Мөлдір, Алина Айерім Шарапат атты барша әріптестер той төріне шақырайық. Жұмыс басарай, көтерейік көңілді, бірің достардай, туысқандардай, шақырсың бір-бірге барып. Басындастарай, жұмыс басарай, көтерейік көңілді, бірің достардай, туысқандардай. Рахмет, құрметті әріптестер, қош келдіңіздер. Енді әр ұжымнан бір адамнан сөйлепті жинаңыз қылмай билейік ортада. Сондықтан енді сіздерден бастайық, қайсыңыз? Ал тойшыл қауым, саламатсыздар ма? Елдар, тойларыңыз құтты болсын. Кішкентайдың басқан қадамы тек қана ақ жол болсын. Кішкентайдың болашағы тек ақ болсын. Той боласың. Ал тойшыл қауым, жаңа Елдарға рахмет, баласын мейін жолын берсін деп сауын естіріп жатыр. Осы бәріміз қызметтесіп, өзін таныстырып кетейін. Қызылорда облысының тумасымын, руым әлім ішіне шөмекеймін. Сол, нағашыларым, жиендерім, құдаларым айта беріңдер, мен сіздерге шөмекеймін бір. Ал, Елдар, баламыздан қадам басқан өмірге сау кесіп, бір жылдың алатқаны адам қадамы оң болсын, дені сау болсын, бар жақсылық. Бір жыл осы екеуміз қызметтес болғасын, дастарханда боламыз. Сол дастарханда отырып айтылған әңгімейді. Сол Елдардың қанша азаматтығы, еркектігі, сөзінде тұратындығы, соны кеп өзім бір жағына шок болып қалдым. Нұртуған аға, сізге айтылды ғой, сіз келіп тұсауы кесіп бердіңіздер. Сол Елдар, сен айттың ба, мен келем деп. Ретіміз бар, келдім. Бұлаңыз қалдым сырға. Содан жақсы болсын, мен бірінші адам емес кесіп жатырмын. Құдайға шүкір. Бәрі жақсы. Кішкене студент жасқа дейін қызықтау болады да, ары қарай адам болып. Ейтен жаңа айтып жатыр, үлкен азамат болып, Елдардың әкесі де жақсы адам, одан басып кетсін. Елдардың баласы деген дәрежеге жетсін, кімнің баласы деген. Соны ұрпағын жалғастыратын азамат болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған тойшыл қауым. Елдар, Талшын, тойларыңыз құтты болсын. Кішкентайдың сау иесі, қадам басы құтты болсын, оңынан болсын.
ел азаматы болсын, тек қана жақсылықта, қуанышта той болған мәселесі. Той құтты болсын. Елдар Талшын бүгінгі мына дүркіретіп жасап жатқан тойлары құтты болсын. Ахмедиярдың бір жас, яғни тұсау кесу той құтты болсын. Өмірлеріне тек қана ақжол сәттілікке толы болсын. Өздеріңде денсаулық, қолдарын жұқтарын жазылмай, өмірде бақытты болыңдар. Бала-шағаларының қуанышын тамашалап, аман-есен жүре беріңдер. Ахмедияр Турасвендиярдың жолын қуып, мектебіміздің үздік оқушысы болсын. Спорт жетістігіндегі бірінші орындағы жігіт болсын Асфендияр сияқты. Асфендияр сияқты жобаны қорғағанда бірінші орын алатын сондай жігіт болсын. Жалпы шаңырақтарыңа тек қана шаттық тілеймін, бақытты болыңдар. Біздің ұжымның атынан сыйлығымыз бар, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Ал енді Елдар Талшын міне бүгін мынадай керемет тойдың куәгері болып отырмыз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Осы тойға ұласып, шаңырақтарыңызда тек жақсылық, қуаныш болсын. Кішкентай балапанымыздың қадамы құтты болсын. Өскен сайын өрлесін, еш жамандық көрмесін. Өзі жарқын күн болсын, жасы ұзақ мол болсын. Жаңа Батима тәте айтып жатыр ғой, Асфендияр деген біздің ең керемет осы Төле би мектебінің мақтанышы. Осындай ұрпақ тәрбиелей беріңіздер. Біз қуанамыз, қуаныштымыз. Қуаныштарымыз ұзаққа созыла берсін. Достар, құрылардан бір тілек болсыншы, келіңіздер, қайсыңыз? Елдар Талшын, бүгін жиналған көпшілік қауым той құтты болсын. Елдар Талшын, бүгінгі жасап жатқан кішкентайларының тұсаукесер тойы құтты болсын. Үлкен азамат болсын, ауырмасын, аңсаған арманына жете берсін. Үбірлі шүбірлі болып, Елдардың мамасын қуатып жүре беріңдер. Тек жақсылықта, тойда бас қосуды жассын. Тек дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық тілеймін. Осы кішкентай балапандар аман болсын. Бұдан да үлкен тойларда бас қосуды нәсіп етсін Алла Тағала. Тек жақсы күндерің көп болсын. Ал құрметті тойшыл қауым, бүгін мына Елдар мен Талшынның шаңырағында үлкен дүбірлі той болып жатыр. Осы той барлығымызға да ортақ, той құтты болсын. Ал құрметті Елдар, Талшын, мына шаңырақтарыңызда қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Жаңа Асфендияр туралы айтып жатыр ғой, Төле би мектебінің мақтанышы деп. Қанша жақсы сөз айтсақ та Асфендиярға ол аз. Өзі тәрбиелі, өзі білімді, талай балаларға үлгі болып жүрген бала. Сондықтан артындағы ілескен Медеу бар, Ахмедияр бар. Соларда ағасына тартып сондай білімді, тәрбиелі болсын. Осы үш ұлдың артынан Құда қаласа қызғалдақ қыз келсін отбасыларыңызға. Сол қуаныштың барлығына біз барлығымыз куәгер болып жүре берейік. Отбасыларымызда тек қана қуаныштың тойы болсын. Кеш жарлық тойға жиналған қауым, енді біз Елдардың ұжымдасымыз, Елдар Талшын тойларыңыз құтты болсын, той-тойға оса берсін. Енді ат тербетіп біз Алматыдан келіп қалдық. Айтам енді Нұртоған Байжігіт туралы айтып келіп тұрды, жаңа сіздер тұсаукесер жасадыңыздар ғой, орындап. Бұл кісі енді біздің қызметтің теміржолшы. Қызметте 30 жылдан астам теміржолда қызметте жүрген кісі. Абыройы өте зор. Қаншама немелерінің, қаншама баланың әкесі, атасы дегендей. Енді осы кісінің жолы сіздердің ұлдарыңызға жұмысты болса, сіздердің ұлдарыңыз енді бір жерде тесіп шығады деп ойлаймын. Жолы ашық болсын, алар белестері мол болсын, биік болсын. Сіздер енді қолдарыңыз жүре беріңіздер. Өте қуаныштымын сіздермен танысып жатқанына. Елдар отбасындағы тойға оса берсін. Аналарыңыз ортаңызда бар екен, бақытты жансыз, анаңыз жүз жасасын, нағашы атасының әжесі аман болсын.
сол тек қана тойда басымыз қосыла берсін, аспанымыз ашық болсын. Тойға жиналған қауымды келе жатқан алғыс мерекесімен құттықтаймын. Ол солың оң болсын, ақмол болсын. Рахмет. Ортаға бай жігіт іштұрға айтып жіберейін. Бұл кісі негізі бұл жігіттің аты Жантүгел болатын еді. Сосын Жауатар болатын еді. Сосын Нұртуған дегенде тоқты Ахмедияр болып төртінші айтты. Анау қазақта сөз бар, бір уәде берген бір абырой дейді, уәдені орындау мың абырой дейді. Сондықтан да уәдемізді орындап, бір реттен развивали, екіншісінен енді нормально. Нұртуған Мәжіліс, рахмет. Сіздің азамат болсын үлкен. Мен сіздің өмірлік қызметтік жолыңызға өте қызығам. Алла разы болсын, осындай келіп, мені құрметтеп, осындай сіз сияқты азамат болсын. Анау қазақта сөз бар ғой, би болмаса да би қонатында үй болсын дейді ғой. Сол сияқты сіз сияқты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Ал енді құрметті қонақ сіздерге айтып тұр ғой, Жантүгел болу керек еді, бұл Астананың ішінде тарай береміз, бұл өзі Жантүгел елінен Астананың ішінде. Жауатар деген сіздерге тарихта қалсын. Астананың ұраны болған, жауға шапқан кезде Жауатар деп осыны айта кетейін. Бәрекелді, ал енді құрметті ұжымдастар, келіп жиналып тұра қалып, бір суретке түсіп алайық. Содан кейін сіздер үшін бір ортада бір тамаша би болсын. Ал, ұжымдастармен ортаға түс. Келіңіздер, келіңіздер. Бәрекелді, ал енді барша ұжымдастардың құрметіне кеттік ортада бір тамаша би болсын.
құрметті ағайындар, мына жерде қазір бір жаңалық болайын деп тұр. Сондықтан мен енді мына жерде бір басты приз тұр. Осы призді мен қазір сіздерге табыс ететін боламын. Мынау керемет. Осы сыйлықты сіздерге табыс ететін болам. Ол үшін мен енді ортаға осы сыйлықтың иесін анықтау үшін біріншіден бір жаңалық жасайық, жаңалық жасайық. Ол үшін мен жеңгемді ортаға шақырайық. Талшын жеңгемізді ортаға шақырайық та, Алла қаласа бір жаңалықтың шеті шығып тұр. Елдар келе ғой. Ереке бергеш осы. Ары бері кетіп қалғанда қоя тұршы. Мына жерде бір жаңалық болайын деп жатыр. Бір тосын сый болайын деп жатыр жеңгеміздің атынан. Не болайын деп жатыр сонша? Не болайын деп жатыр деп ойлайсыздар, құрметті ағайындар? Ол да мүмкін. Сондықтан енді қазір біз гендер пати дейді ғой. Мен жүрегімді алтақ қалмасын, мен слабын адам. Осы жаңалыққа қуанғандар бар ма? Бәрекелді. Мына жерде қазір керемет Бақылық шпион. Мынау бір жаңалық болайын деп тұр. Қазір енді біз осыны жарамыз. Осыны жарғаннан кейін осыны жарасын, соның ішіне Қайта жарам. Тұратыр, Қазір, 1, 2, 3 деп халық хормен айқайлайды. Сол кезде осыны, жарамыз. Ішінде мальчик или девочка? Анау айтады ғой, қазақ ата-бабамыз айтады екен. Бала берсең сана бер, сана берсең шетінен ала бер дейді екен. Кім болса да Алла тағала бұйыртқан болады. Бәрекелді. Атаңда жоқ арғымақ, анаңда жоқ арғымақ. Найза бойы жар келсе ой болыңыз қарғымақ. Қандай болса да көреміз. Бәрекелді. Ал енді не болса да көрейік, көреміз ба? Олай болса 3, 2, 1. Ал бұл қалай түсінесіздер? Бұл жерде көк те бар, қызыл да бар. Қызылы көп сияқты мынау жерде. Қызыл көп сияқты дейді ма? Мен помню деп. Бәрекелді. Ал енді мен бұның ішінен 2 парақ алдым. 2 парақ тауып алдым, осы біреу ма? Бұның енді мына жерде жазып қойыпты, не дейді? Пранк дейді. Бұл пранк, құрметті ағайындар. Бұл шарға сенбе, әрекет. Бұл пранк қашан бітер бұл пранк? Құрметті ағайындар. Бұл деген пранк, Алла қаласа, ол да болып қалар, бәріміз дуаламыз. Сондықтан Алла қаласа, бұрынғы қыз келісіне бір шабала құрып қояйықшы осы Ахмет ярымыздың атынан. Бәрекелді. Ал енді міне тосын жаңалық, енді тосын сый. Осы сыйды мен енді мына жерде 30 деген сан қойыпты. Сондықтан мына жерден 30 деген сан шығып отыр. Бұл енді гардеробқа кім киім өткізді, 30-шы цифраны кім алды, соған береміз. Бәрекелді. Және де, ал енді, құрметті қонақтар, мына сыйлықты беріп алайық, Мына сыйлықты беріп алайық, келіңіз ортаға билеп тұр. Бәрекелді, сіз бағана ойынға шыққансыз, бірінші айналымда ұшып кеттіңіз ба? Қаншаншы айналымға ұшып? 3-ші айналымда ұшып кеттіңіз, Сіз есіміңіз? Әсем. Әріптес. Ахмедиядан қандай тілегіңіз бар? Енді бағана біз әріптестер шыққан кезде тарихын айтып жатыр ғой. Мынандай ел болады, мынандай ел болады деп.
жалпы өзім тарихшы болғаннан кейін тағы да айтып кеткім келеді. Мына тұсауын кескен әріптестер Қазақстан темір жолының жұмысшылары екен. Бұл темір жол деген қазақтың күре тамыры. Сол себепті Ахмедиярға осы Қазақстан темір жолы сияқты ұзақ ғұмыр тілеймін және тастай темірдей мықты нағыз қазақтың азаматы, патриот болып өсуін тілеймін. Бәрекелді. Мынау енді не үшін беріліп жатыр деп ойлайсыз мына? Мына сыйлық. Не үшін 30 деген сан шықты? Өзіңіздің ойыңыз. Талшынның жасы ғой деймін 30 деген. Сұраймыз ба? Вариант сұрайық, аха. Мына 30 деген не үшін ілінді деп жатыр да? Елдердің туған күні 30. Елдердің. Елдердің туған күні дейді 30 май. Жоқ. Тағы да бар ма? Кім жақсы айтады, мен қазір жерден бір сыйлық берем, күшті сыйлық берем. Сұраймыз ба? Так. Туған күн ба? Туған күн дейді. Жоқ, солай ма? Кімнің? Жоқ. Үйленген күн жоқ. Жоқ, қазір аяқтан дұрыстайды. Отау құрған күні. Ахмедиярның туған күні. Сондықтан 30-ы. Мынау саған қатқан үшін. Ал мынау сыйлық сізге. Бәрекелді, білен алып кете алсаңыз болады. Шапалақ ұрып қояйық, Ал енді құрметті, әр столға бір-бір билеттен жасырылған. Тәрепкелеріңіздің астына қараңыздар. Әр столда бір-бір билет бар. Қазір сол билеттерге біз сыйлық беретін боламыз. Қараңыздар. Осы той басталмай тұрып, енді әркімнің өз нәсібіне қаратай. Кім қай жерге отырды, сол отырған столдардың астынан бір-бір билет шығу керек. Нәсіп тікесіз. Так, бар ма? Әр столдың астынан бір-бір шығу керек. Так, бір столдан шықты. Папалар бар ма? Шықты ма? Шықты ма стол? Қағаз. Так, бар ма? Бар, шықты. Так, мына столдан бар ма? Азамат, шықты. Так, 7 столдан шықты. 5 столдан бар ма? Қараңыздар, болу керек. Салып қараң. Алып кетті ма? Мына столдан бар ма? Бар ма? Сол, әріп болса да. Бар ғой, бар ма? Так, бар. Мына стол. Бар ғой. Мына стол қараңыздар, әріп болса да шығу керек. Так, бар, мына стол. Қараңыздар, болу керек. Әр столға бір-бір жарытылған бәрекелді. Мына бір столдан ғана шықпай тұр қойдым, бір столға негіз жасырылған еді. Талшындайға қойып беді. Қойылған дейді. Кім алып кетті онда? Бір столдың астынан бір парақ болу керек. Ал енді, сол әркімнің өз нәсіліне қаратай түсіп отыр, сол тапқан адамдар келіп ортаға келіңіздер. Сол алған парақты алып келіңіздер. Парақтарыңызды алып келіңіздер ортаға.
Бәрекелді. Ал енді осы әріптерді құраңыздар. Осы әріпті құрайық. Қараңыздар. Так, не болды? Официанттар жинап кеткен ғой негізі. Біреу болу керек еді. İşlerimizden біреуін шығарайықшы онда. Бір жас. Ойбай, мұнан қарасайшы. Қайқалып кеткеннен, қайқа салған. Ойбай. Ахмеди. Я бар еді негізі. Кім алып кетті екен. Столдарыңыз астына түсіп кетер ма? Қазір сіздерге белгілетін болады, негіз қойылған болатын. Бүйтейікші құрметті ағайындар, әрқашанда алфавиттің А тұрады басында, сондықтан Ахмедиярымыз алдыға қойайық. Ахмедияр бір жас десек әдемі болады. Бәрекелді. Ал енді құрметті Ахмедияр. Бір әріпіміз ғана енді. Мына жерде енді кішігірім бір қонағымызға берейік, Қай қонағымызға береміз? Негізі жоғарыдағы сол столға жасырылған екен. Сол жерге отырған кісі осы кісі болады. Ахмедиярымызды, мына ямызды осы Бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар, сіздердің нәсіптеріңізге қаратайық. Сіздерге қазір бір сыйлық таратылатын болады. Сондықтан енді осы әріп бойынша Ахмедиярға бір тілек айтайықшы. Адам. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгінгі кішкентай Ахмедиярымыздың бір жас туған күні құтты болсын. Соңын кесіп жатыр, үлкен Қазақстанның бір ер азаматы болып өссін. Анасымен, әкесіне, апасына денсаулық тілейік, бауырлар аман болсын. Ойбай, түк тілек айтып кеттіңіз мұқына. Бір әріп бойынша айтсаңыздар болды ғой, Ахмедияр уже екке толатын болды. Аман болсын. Аман болсын, сізге. Қайсарлы болсын. Қайсарлы болсын дейді, шапалақ ұрып қояйық, бәрекелді. Сіз қандай тілек айтасыз? Мейірімді болсын. Мейірімді болсын, бәрекелді. Сіз? Еліне елеулі, халқына қалаулы. Еліне елеулі, халқына қалаулы болсын деп жатыр. Тамаша тілек. Данышпан болсын. Данышпан болсын деп жатыр. Шапалақ ұрайық, аумин деп отырайық, Сіз? Инабатты, ибалы болсын дейді. Ол да тәрбиенің бір түрі. Сізде? Қиындалар кетті, бірақ соған қарамастан яркий бала болсын, әрқашанда жарқырап жүріңіз. Яркий болсын дейді, ол да тілек, әдемі тілек қой. Сіз? Ризығы мол болсын. Ризығы мол болсын дейді. Сіз? Бақытты балалық шақ. Бақытты балалық шақ, мына жерде бір тұр ғой, бір. Жоқ, бірге бір қосқып айтайық та бірге. Бір жасы құтты болсын. Одан да басқа. Ой, құдайым-ай. Нағыл дейтін ау. Ахмедияр Қазақстанда номер Бірінші болсын. Үйсіп айтайық та бәрекелді. Сіз? Жасы ұзақ болсын. Жасы ұзақ болсын. Сіз? Арыстандай айбатты болсын, ақ болсын. Бәрекелді. Сіз? Сабырлы, сегіз қырлы, басырлы,
Сабырлы, 8 қырлы, 1 сырлы болсын. Тек ата-анасына біреуіңіз тілек айтпадыңыздар ғой. Бәрекелді, ал енді кеттік, сыйлықтар тартып өтелік. Иә, адам бастап, иә? Әр әріпке міне осындай бір тамаша сыйлық болсын, осындай бір үлгі болсын, осындай бір ниетпен сіздерге сый сияпат табыс етіп жатыр. Сондықтан осы сый сияпаттарыңызды алып отырыңыздар, шабыла құрып қояйық, иә? Бәрекелді, және де мен осы кісілерге тағы бір кісіні қосқым келіп отыр. Осы жерде біздің ұлттық нақышта жүрген бір қонағымыз бар. Мына жоғары жақта қойдым, келіңізші. Мына қазақша тақиямен, қазақша киініп бүгінгі тойға сән беріп отырған шабыла ұрып қояйықшы біздің ұлттық құндылығымызды жоғары қойып бүгінгі тойға әлемдік бейнеленді. Сіз нағашылар жақтан келіп отырсыз ба? Талшының әкесі Құдаша екен ғой, бәрекелді. Мынау сізге осы тойдан томықтай болсын. Ал енді бір сыйлық суретке түсіп алайық, иә? Келіңіздер, осы тойдан естелік болсын. Жайғаса қалыңыздар. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындарына Төлеген ағамыз айтады ғой, бір тойым болатыны сөзсіз менің дәл қай күн екенін айта алмаймын. Бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. 14 тасталар ұран сондай, қатында да қайтпайды бір ән салмай. 25-тің бәрінде сабылдырдам, жеңгелерге қыз күнін сағындырдам. Қыздардың толтырамын гүлге тегін, інілерге ағаны үлге темін. Мен өзімді ән салам түн ауғанша, менің жаным бұл күнге құмарғанша. Бәйгі берем жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса. Жанам деген жүрекке от беремін, шабам деген жігітке ат беремін. Мен әйтеуір бар жиған тергенімді бір тамаша той қылып өткендемін. Жиған тергенмен думандатып дүбірлетіп той беріп жатқан Меделбай әулеті де бір шабала құрып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Бәрекелді. Ал енді әрмен қарата келесі қонақтарымызды той төріне шақырайын. Осында бауырлардан міне інілері, келіндері келіп отыр. Рауан жұбайы мен Асқат бауыры Қожамбердиев, Асқат Құрманғали, Кенжебай, Ильяс жұбайы мен Нұрлан, Гүлжан, Асфендияр, Қайырбек, Аяулым дейді. Және де әрмен қарата келесі қонақтарымыз Қуаныш, Ардақ, Ербол, Насима, Мәулен, Гүлжан, Аян, Мерует, Бекжан, Салтанат, Қайрат жұбайы мен Еркін, Ғалымжан, Анел, Талғат, Индира, Азамат, Индира, Қарлығаш, Ғалымжан, Жарас атты қонақтарымызды және де біздің Ахмет ярымыздың папа мамаларында той төріне шақырам. Сыныптас жекжаттар дейді. Серік, Айжамал, Нұржан, Гүлжан, Нұрдос, Эльмира, Нұртілеу, Айжан, Ермек, Гүлім, Асан, Алия, Ерлан, Айдана, Айдын, Ғалия, Ерлан, Балнұр. Ойшым солай барлық қонақтарды той төріне шақырайық. Келіңіздер, папа, мамалар, бауырлар. Өзің көрсең көңілім жылы тұрады. Ей ағай, сана болса сыйласайық, бала болса арамыз суытынады. Бақытпенен дүние қонықтыда, байқамасаң одан күн гүлі шығады. Қу тірлікке құмартып қолым кетсе, бірге туған бауыр деп ұмыттырады. Туысқандар, алыс кетіп барады суытпаңдар.
Бәрекелді. Ал енді, Елдар қайда, Елдар? Ойбай, Елдар таппай қаламыз осы. Елдар келе ғой. Тай деп қойыңыздар, бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал енді мына осы жерде барша бауырлар, мына інілер, келіндер, барлықтарыңызды аттарыңызды атап түстеріңізді түстемейміз. Сондықтан аты аталған, аталмаған енді бірінші жақсылық болғаннан кейін кем кетіксіз болмайды. Сондықтан енді ренжімей келіп тамаша тілектеріңізді білдіріп отырыңыздар. Ал енді сөз кезегін өздеріңізден бастайық. Келіңіздер ал. Ал ассалаумағалейкум бүгін тойға жиналған қауым. Ал Елдар Талшын, бүгінгі кішкентайлардың тойы құтты болсын. Сендерге тілейтін тек қана жақсылық білесіңдер. Отбасыларың аман болсын. Кішкентайлар үлкен азамат болсын. Попты жарып, ертең осы Қазақстан еліне танымал азамат болсын. Істеп отырған істеріңе береке берсін. Бүгінгі тойдан құтты болсын. Отбасыларыңа тек қана жақсылық, амандық, береке, нәсіп. Тек қана жақсылық, алда жүріңдер. Сендерге тілейтін жақсылық. Той-тойға болсын. Ассалаумағалейкум, барша тойға жиналған қауым. Балайым тәти, мына кішкентай немереңіздің тойы құтты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Сіздің жасыңызды берсін, сіз сияқты білімді, ақылды, үлкен азамат болсын. Бағана айтып жатқан еліне елеулі, халқына қалаулы. Сіздің денсаулығыңыз мықты болсын. Аман есен осы арамызда жүре беріңіз. Рахмет сізге. Сабақ бердіңіз, сіздің біліміңізді алып, міне жұмыс жасап жатырмыз, қазір көрсетіп жатырмыз деген сияқты. Аман болыңыз. Ал Елдар бауырым, Талшын Ахмедияровна басқан қадамы оңдан болсын, үлкен биіктерден көрінсін, денсаулығы мықты болсын, сендердің абыройларын көтеріп жүретін үлкен жігіт болып өссін. Ал құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум. Бүгін Жантүгіл елінде керемет етілімді той болып жатыр. Біріншіден балайым тәти бір жағынан жеңген болып тұреді. Немересінің алғашқы басқан қадамы құтты болсын. Алла тағала әрбір басқан қадамы нұрландыра берсін. Басына бармақтай бақ берсін. Еліне қалаулы, халқына қалаулы елдеулі жігіттің бірі болып өсе берсін. Елдің азаматы болсын. Елдар бауырым, мынау үлкен отбасыңа Алла қаласа артынан қыздар бере берсін. Төрт ұлым бар, төрт ұлымның артына тағы тілерін қыздар берсін дүниеге. Той құтты болсын. Ал құрметті қонақтар, келе жатқан бірінші жаңа жылымыз құтты болсын, наурыз мейрамы құтты болсын. Балайым тәтиге шынымен де алғысымыз шексіз. Сол кісінің жолы осы Елдар бауырымыздың жүріп жатқаны. Елдар Талшын, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі басқан қадамы құтты болсын. Үлкен азамат болсын. Биіктерден, белестерден көрінетін азамат болсын. Бір-бір деп жатыр ғой, барлық жерде бірінші болсын. Тек алға, той-тойға болсын. Тек жақсылық, қуаныш сіздерде отбасыларыңызда бола берсін. Бар жақсылық тілеймін. Ал балайым тәтейін кішкене Алматыда жүріп апай дейді. Балайым тәтей, сіз екіні үште беске оқығаныңыз сізге рахмет. Сізге осындай біздің негізі А, Б класты кейін біз 9-ға қосқан осындай құрдастардың басқан біздің жоқпарға рахмет. Мұхтар әуесімге балайым тәтей, сізге мың жасаңыз. Сіз мынау қазір немереңізді шөбіреңізді шөпшек дейтін тойында бірге жүрміз. Сізге рахмет. Сізге әрдайым тағзым. Сізге айтар сөзім жоқ. Мен сіздің қаншама сөзіңізді білемін. Жаманды сөйлесең, ұтқам. Қазір айтам, жаманды жаман десең,
Жаманды десең, тасқа сөйлейді, жаманды жақсы десең. Алқыдырсаң. Жоқ, баянда дейін сізді. Бізде абай деген, мектепте бала шағамды алматыда өсірдім да, абай деген сөзге өстік. Сіз тәдейсіздер, бізге тәдей деген сөз. Амені бір астық қосқан, шөпшек, шөбіре тойда болыңыз, баянда дейін. Елдар, Талшын, рахмет сіздерге. Бас қоса берейік, тек қана жақсылық болсын. Жамансың, дұшпан үйінде болмасын. Біріншіден, ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Елдар бауырым, мынау Талшын жасап жатқан қуаныштарың құтты болсын. Балайым тәдей, сіздің мынау балаларыңыз өсіріп, ұяға қондырғандарыңыз үшін мынау сізді өзімнің шешем сияқты көрем. Ортамызда не деп айтады, үй болмаған менің балайым мамам деп айтсам да болады. Сағат ғаршоқтық досы сағат 5-те келіп, Меделбай атам бар марқұм, жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, бір аунап тұрған шығар ол кісі. Сағат 5-тен келіп үйге бір шай ішіп кететін кезі болған. Міне мен көпшіліктің көзінше айтып отырмын. Міне бауырым, жақсылығың арта берсін, әрдайым тек қана жақсылықтарың көп болсын, өрлі-шүбірлі бола беріңдер. Мына ұлдарыңнан артынан қыз ери берсін, өрлі-шүбірлі бола беріңдер. Мынау жиналған қауым сіздерге де осындай той жұмысты болсын. Әумин. Рахмет. Номер 1 болып жүре берсін. Елдар бауырым, оның туғанын құтты болсын. Әрқашанда өстіп, биік белестерден көріп жүре бер. Балайымдардың любимый баласы еді бір. Әрқашанда кең дастарханда тойда жиналып жүре берейік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ал балайымдардың той құтты болсын. Ахмедияр ұлымыз сізге тансын, ақылды болсын, білімді болсын. Сіздің жолыңызды берсін. Елдар Талшын, той құтты болсын. Ұлымыз жастан жасқа тола берсін. Денсаулық мықты болып, аман есен. Орыс Қазақстанның үлкен бір азаматы болып бола берсін аға. Өзің саған да тарсын. Ерлан, ой. Елдар, асан бауыры жоқ болса да Асекең орнынан сөйлейді. Ол кісі жұмыс бабымен шалмақ орнына двойной мүмкін. Елдар, Талшын, тойлары құтты болсын, тойға ұласын. Тек жақсылық болсын, отбасыларында. Бармақтай бақ келсін, қазіргі бүгінгі басып жатқан кішкентай балапандардың қадамы нық болсын. Әр басқан қадамы жақсылыққа, мейірімге, имандылыққа, инабаттыққа, қандай да болсын жақсылыққа балап, тек жақсылық болсын. Отбасынан ешқашан шаңырағынан шайқалмай, шаттық, қуаныш, береке кетпесін. Бүгінгі күнімізді 3 мереке тұтас келді деп жатырмыз ғой. Мынау 4-ші қуаныш, кішкентайының тұсау кектері қосылып жатыр. Тек жақсылық болсын, құрдастар жасай берсін, өне берейік, өсе берейік, көрке берейік. Үлкеннің ісін басып, бізде келе жатырмыз ғой, бұйырса, бұдан да үлкен тойда ұлдарымызды ұяға, қыздарымызды қияға жеткізетіндей тойда кездесіп жүре берейік. Ең бастысы денсаулық мықты болсын. Қалған бәрі ақшаға сатып алатын дүниелер, ең басты денсаулық болсын. Біздің жетіп жатқан, осы жасап жатқан тірлік, тіршілігіміз,
мына қуанышымыздың бәрі біздің сыртымыздан ата-аналарымыздың дұға етіп жатқан тілегі, біздің сыртымыздан ол кісілер жатса да тұрса да тілейді қай бір баланы. Сол сияқты ата-аналарымыз аман болсын. Мына төріміз, мына құда-құдағиларым Талшын жақтан келіп жатыр деп жатқан құтты болсын. Тек осы Жамбыл облысына, осы Шу қаласына, осындай біз жақтағы мейрамханаларға тек қана тойға келемеңіздер, той болсын, осындай тойлар бәрімізге жұғысты болсын. Жаңа ниет қылып қайнысына беріп жатырсың Талшын. Бір бас, екі бас болып, үлкен той болсын, тек қана жүрегіміз аттап, құрдастары тойдан кесте берейік. 80 алғындар, 80 жетілер жасасын, тойымыз таусылмасын. Давайте. Ал енді елдердің өзі аумайтын ағасы бар. Түріне қалсын құсайды бір. Ербол! Екеу аумайды, екі сияқты бір. Бір ақылы бітіңізге өтіп. Екеу фотосы өтіп, білмейді. Елдар Талшын той керемет, той құтты болсын, той болсын. Ақнезер үлкен мықты азамат болсын, Қазақстанға белгілі. 4 ұлдың қызығын көріңдер, артынан бастарынан бас қосыла берсін. Елдар сияқты мықты азамат. Мені мақташ, 20 минут уақытлар мақташ. Білімді, еңбекқор болсын. Бар жақсылық тілеймін. Тойды молодец, жақсы ұйымдастырыпсың Талшын. Бәрекелді, жекжаттардан бір кісі сөйлесін содан кейін. Әлі құлдастан сөйлеп кеткен жатыр. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін Елдар бауырымыз бен Талшын құрдасымыз тойы болады екен. Осыған орай біріншіден мен анамызды, балайым апамызды, мамамызды осындай ұлды тәрбиелеген, осындай келінді тәрбиелеген ол кісіге бірде-бір мыңда бір шүкір. Немереңіз көп болсын, шөбере сүйіңіз, аман есен болып, гүлдей жайнап арамызда жүре беріңіз. Біріншіден Талшын, Елдар бауырым, балдарының бірінші қадамы құтты болсын, қадамы нық болсын, жасы ұзақ болсын, алдарынан іні қарындастары көп бола берсін. Ал тойшыл қауым, осындай кеш жарық тек қана сіздердің дастархандарыңыз тек қана қуанышта жайылсын. Керемет бір мереке, бір осы құрдасымыздың бір Наурыз мерекесіне ораза айт кезінде жасалған бір мейрам той болып отыр ғой. Әрбір айтылған тілек Алла тағаланың құлағына шалсын. Әмин десін. Ал құрметті көпшілік, тойға жиылған мына той құтты болсын. Енді бағана Елдар құрдасым мені мақтаңдаршы деп жатыр ғой. Негізі мына балайым тәрбиеден білім дәрін сіңіргеннен кейін бәріміз осы балайым тәрбиеде айтып жатыр. Елдардың талдың жүрген сол балайым тәрбиенің арқасы ғой. Ерке баласы. Сондықтан да мынау балайым тәрбие біздің есімізде сіздің анау Мұхтар Шахановтың 4 анасын айтқан кезде аузымыздан суымыз ағып тұрып тыңдайтынбыз сабақта. Сондықтан да бүгінгі мына тойда осы балайым тәрбиенің құрметіне аналар туралы Төлеген Айбергеновтың бір өлеңін оқып берейін, қабыл алыңыздар. Арманыңды ақтармын ба жүрегімде тербесем, айға сіңлі қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдіретке түсінем, сендік қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап бараммен, сендік қуат болар бәлкім басын иді көп маған. Әркез сенен туғанымды есім алсам мақтанам, ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің шарқырады жүрегім. Шат жүріп қас қаққанша боламын мен шерменде, жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп булығамды ызадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам.
бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоққа көбесең, о аналар тейпасықты жаратасың неге сен. Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жеркінсін дейсің бе? Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек. Кезекпенен ауызардың ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық та бер дананы. Даналықтың қажеті жоқ, сүю үшін ананы деп. Балайына кейін құдіретті бір шабала ұрып қояйын. Енді ағаңнан, әкеңнен көрген тәрбиені сен осы міне тай басқан бүлдіршініңе соны талшын екеуін жақсылап тұрып жеткізіп, бағана айтып жатыр Қазақстанның мөлдір бір азаматы болсын деймін. Сол, тойларыңыз құтты болсын. Бәрекелді, тамаша тілек. Ал енді жекжаттардан бір жігіт. Болдық па, онда бір тамаша суретке түсіп алайық, содан кейін бір ортада бір би болсын енді, құрдастардың құрметіне, жекжаттардың құрметіне, міне бауырлардың, келіндердің құрметіне. Құрдас Ахмедиярдың папасы Талғаттың атынан міне тағы да бір тамаша ән болсын, баршаңызды ортаға биге шақырамыз. Жалпы құрдастардың атынан болсын, Сексен жердердің құрметіне. Қонақтар бүгінгі қуаныш иелерін ортаға шақырайын.
енді тойымыздың кульминациясына да келіп қалдық. Сондықтан енді Елдар бауырымыз бен Талшын жеңгемізді ортаға шақырып, тамаша рахмет, тамаша тілек болсын. Шақырайықшы ортаға. Елдар ағамыз қайда, Елдар? Елдар ағамыз бар ма? Елдар қайда кетті, Елдар? Бәрекелді құрметті ағайындар, енді бүгінгі осы Астана мейрамханасының тәтті тортын ортаға алдырып, осы тортты кесу рәсімін жасайық. Қуаныш иелерін ортаға шақырып отырып, сондықтан енді сәл сабырларын сызат бермесін. Енді тортты ортаға алдырайықшы, тортты. Бәрекелді. Ал енді бүйтейік. Осы тәтті тортты, осы тәтті бүлдіршіндерге ауыз тигізейік. Сондықтан енді бір жақсылап тұрып кесейік. Кеше бір өзіңіз жақсылап тұрып кесіп, содан кейін барып, үлкенімізден бастайық, Ахметжаннан бастайық. Жақсылап тұрып осы сәтті балапандарға біздің болашағымыз, Әрмен Қаратайказ осы барша қонақтарға осы тәтті тортты мейрамхана қызметкерлері тарту етеді. Сондықтан осы балапандарымыз аман болсын, елдің болашағы, болашақ президент те, болашақ ғалым да осы жастардан шығады. Бәрекелді. Ал енді құрметті мейрамхана қызметкерлері, Әрмен Қаратай мынаны сіздерге қазір 5 адам шықсыншы ортаға. 5 адам. 5 адам жігіт, 5 жігіт қана керек маған. Кет, 5 жігіт шығайықшы. Уақыт ұстамай. Кет, құрдастардан біреу. Кет, бауырлардан біреу. 5 жігіт. Кеш. Кел, Асап, кел. Рауан кет. Рауан. Серік ағамыз. Кел. Серік ағамыз шықсын. Рауан ағамыз шықсын. Кет, нағашылардан бір жігіт керек. Құдалар, нағашылардан. Кім бар? Бір жігіт. Жүр, кет аға. Жүр, зордаға. Әдемен, сыйлық аласыздар қайтасыз. Басқа іштеген келген жоқ. Бәрекелді. Мәкең шықты ма? Серіктің орнына? Болды. 3 жігіт. Кеттік тағы, бір жігіт керек. Кеттік, Туғанбек. Кеттік. Туғанбек аға, кеттік, жүріп кеттік. Және құрдастардан біреу. Кім? Нұрлан ағамыз ба? Кеттік, Нұрлан ағамыз. Ұжымдастардан, Ұжымдастардан. Бетеге оны папа мамалары қазір спонсор болады осы жігіттерге. 5 жігіт тұр. 5 жігіт тұр, кеттік. Жоқ, бүйтеміз. Ахмедияның папалары орындары тұрып қойыңыздаршы.
Папалар қайда? Орындарынан тұрып қойыңыздар. Папалар, мамалар емес. Папалар. Тәкең бар. Қаяқта қалғандар қаяқта? Сыртта шақырайық, сыртта шақырып келіңіздер. Бір жігіт жүгіріп барып шақырып келіңіздерші, енді уақыт ұстамай. Мен оғашта жігіттермен таныс болайын. Папалар келсін осы жерге, папалар керек болып тұр маған. Так, есіміңіз кім боласыз? Ұжымдас, Мажасы Мәлік. Мажасы Мәлік, Рауан бауыры. Рауан бауыры. Семұлы. Бағдат және Туғанбек. Туғанбек ағамыз, бәрекелді. Ал енді кішкене алдыға келіңіздер. Мына сыйлықтарды мен сіздерге қазір тартып өтемін. Сондықтан мына Ахмедиярдың папалары, келіңіздер, мені сіздерден қазір еді. Бір сайдың тасындай жігіттер ғой. Кетіп бір жігіттерге спонсор боламыз. Папалар қанша шығарамыз? Кетіп, Тәке, Кузьма. Так, Нұржан, ақылдаса беріңіздер. Ал жігіттер, сіздерге қазір мен ортада бір тамаша бір билейміз қазір. Билеймізден аяқта сыйлық аламыз, плюс ақша аламыз. Сондықтан енді ортада бір қазір жақсылап тұрып билейміз. Қай жақтан бастайық? Ар жақтан бастаймыз ба? Жүріңіз сонда. Ар жақтан бастайық. Аяқтан бастайық. Ал енді құрметті қонақтар, қазір енді ортада тамаша би болады. Кеттік, бірінші халық биі Қара Жорға. Қара Жорғаны ортада билейміз. Ал кеттік ал. Шабала ұрыңыздар. Шабала, ұжымдастар қайда? Панешкин қайда? Қалай береді, жақсы ма? Машағын дейді. Кеттік, Туғанбек ағамыз, Қара Жорға. Кеттік, Қара Жорға, сразу. Hoppa! Современный Қара Жорға болды оны, современный. Бәке, кеттік, сіздің Қара Жорғаңызды көрейік. Кеттік ал. Қоямыз. Басыңызда шаттанып, Қара Жорға биіне, қосқын барлық беріп, қантарасын беріп, Қара Жорға болмаса, тойдың сәні келмеген, Қара Жорға. Рахмет. Қалай, жақсы билеп отыр ма? Ұқсақ қалды, кеттік енді, Рауанды көрейік ортаға. Ал кеттік ал. Бидің сәні келеме, қолсетек киінесе, қыздың сәні келеме, аңған ерке жолдастар, біреу үшін той бастар, той дегенде бейнекен, домалайды қу бастар, ал қалайық билеңдер. Рахмет. Қалай? Нашар деп отыр ғой, әдем билеп отыр. Ал енді қазір Ахмедияр нағашысын көресіз қазір ортада. Қара Жорға кеттік ал. Жорға болмаса, бидің сәні келеме, қолсетек киінесе, қыздың сәні келеме, аңған ерке жолдастар, біреу үшін той бастар, той дегенде бейнекен, домалайды қу бастар, ал қалайық билеңдер, биліңізді сүймеген, Рахмет. Поддержка беріп жүрген бәрекелді. Ал енді дауысқа саламыз. Бірінші болып бастаған Қара Жорғаны. Ұжымдастар. Ойбай, апасының зонаға бірақ түсірдіңдер ғой. Екінші болып бастаған Туғанбек. Үшеуінен басқа шықпай қайда отырған. Үшінші болып бастаған Бәкең. Нормально. Төртінші болып бастаған Рауан. Өзінен басқа шықпай бар. Және де болып бүгін аяқтаған нағашысы.
Бәрекелді. Ал енді бір тез берейік. Туғанбек ағамызға сәл дауыс аз болып қалды. Туғанбек аға, мынау сізге бұйырды енді, бірінші айналымнан ұшып кеттіңіз ғой. Иә. Жігіттер, бар ма? Спонсор. Тәке, қанша береміз, Тәке? Сразу айтайықшы. 10 000 теңге сыйлық бар сіздерге пока. Ал енді кеттік, екінші лезгинка билейміз. Кеттік, бастаймыз. Ал, ұжымдастар, поддержка. Ал, кеттік. Рахмет. Ал енді бүйтеміз, жігіттер. Лезгинканы көрдіңіздер ғой, қазір лезгинка билеп келеміз, музыка тоқтаған кезде мынаны келіп, қолсыз шпагатқа отырып тұрып аламыз. Кім алады? Соған кетеді. Көрдің ғой, кеттік, ұжымдас. Билейміз жаңағы лезгинканы. Кеттік, лезгинканы қойын. 30 секунд. Шабала. Рахмет, ал енді кеттік, ал енді. Келіңіз. Мұнан енді, Қол тіремейміз, қолсыз, ойба, үйтіп мен де алаламын ғой. Давай, ашамыз білмейм енді. Ұжым қайда поддержка? Кеттік. Болмады, кеттік, бәке, сен көреміз. Лезгинка, кеттік. Билейміз, шабала. Опа! Рахмет, ойбай, жамбасын шығып кетпесе екен деп тілеп отырдым ғой мен ішінде. Бәрекелді! Ойбай. Рахмет. Ойбай, әкел, 10 000 теңгеміз, Бәкең алды. Бәкең келесі финалға өтейін деп тұр ғой. Ал енді үшінші кеттік. Рауан. Ал кеттік. Білмейм енді, құлатып алдым ғой өзін. Шабалақ! Ай, азамат! Ай, бәрекелді. Ал, нағашы, мен саған тілекші болып тұрмын, Ал, нағашы, кеттік ал. Лезгинка! Ойба! Аламыз. Ал, Құдай өзі жар болсын, оппа. Анам қара. Ай, бәрекелді. Мынау үсті қосылып кетті ғой, үстіне қосылып кетті. Нағаш кейш бір проба жасап көрейікші. Может, алып қалатын шығармыз. Жоқ, көрейік сонда да. Бір проблема жасап. Талшыншы. Ал, кет. Екі. Ал, кет. Көрейік. Аш, ауызды. Шатты ашайық. Кет. Давай. Ал, кет. Шапалақ қайда? Қошемет. Алды. Бәрекелді. Шапалақ ұрып қояйық, Жақсы өнер көрсетіп жатыр. Ал, енді дауысқа саламыз. Ұжымдастар. Нормально. Бәкеңе! Жақсы. Рәкеңе! Бәрекелді. Және де нағашқа! Нағаш потолок. Так, бәкеңе бір сыйлық берейік. Бәкеңе сәл дауыс азайып. Жетіңкіремей қалды. Так, екінші горшок.
Бәке, сізге жаңа анау да беріліп жатыр, мынау да беріліп жатыр, енді гаршок беріліп жатыр. Осының бәрі ырымдап жатыр, сен ішінде той болып жатыр деп жатыр. Мына жерден сәл кішкене дауыс кішкене жетіңкіремей қалды. Сондықтан енді, ал енді финалға 3 жігіт шығып жатыр. Сіз негізі жақсы дауысқа салып жатыр едіңіз ғой. Давай, дауысқа салайық онда, екеуі. Екеуінің қайсына дауыс жақсы жиналады. Сол қалады, қалғаны жұмыста ойыннан шығатын болады. Ал енді ұжымдас. Бәрекелді. Бәкең. Жарайды енді, Бәрекелді. Бәрекелді. Ал, тамаша. Финалистерге бір шабала құрып қояқ. Келіңіздер ортаға. 3 финалист. Ал енді кеттік енді. Брек билейміз. Брек билейміз. Бәке, басайын кел, ортаға кел. Фристайло, жерді тіреп, басымен айналып тұрып, Кеттік ау, музыка. Шабала. Тамаша, қалай? Бәрекелді, ал енді рәкеңді көрейік ортаға. Кеттік, рәкең. Рахмет, кетейін деп тұрсын ғой. Ал, қазір көресіздер фристайланы қалай билейді. Жеңілей салайын, болмайды. Ахмет Әлшін. Құрметті қонақтар, кешіріңіздер. Оған кетіре алмаймын. Қолдайсыздар ма? Нағашын намысын қорғайтын бар ма? Бір жігіт бар ма? Нағашысын шығатын? Құда үшін мен билейін дейді. Мынау сіздің сыйлығыңыз әзірге, осы жерде тұра тұрыңыз. Құда үшін билейді. Кеттік, фристайланы. Бәке, фристайланы ғой, Құда үшін билеп беремін дейді қазір. Сонымен дауысқа саламыз. Ойбай. Рахмет. Құда сіз үшін билеп жатыр ғой, шабала құрып қояйық. Бәрекелді, ойбай. Жамбасым шығып кетті ме деп есім шықты ғой менің. Ал енді дауысқа саламыз. Бірінші болып бастаған Бәкеңе. Жақсы. Екінші билеген Рәкеңе. Бәрекелді. Үшінші билеген Құдаға. Бәрекелді. Ал енді қайсы жеңілді? Так, бидеміз. Келіңіздер. Ортаға келіңіздер, үшеуіңіз. Жоқ. Құдаймен, папаламызың мәне. Қайда? Қаз бидей. Не болып көттік, Бәке? Так, Майкл Джексонды танимыз ғой. Білеміз ғой Майкл Джексонды. Құдеке, сіз үшін до конца тұратын болды ғой. Келіңізші. Құда үшін билейсіз қазір сіз. Құда үшін. Сіз үшін билейді, Құда. Бәрекелді, міне Құда үшін до конца намысын қорғайын деп тұр. Қазір ортаға шығады. Так, енді Майкл Джексонды білесіздер ғой, Майкл Джексонның бір движениесін жасаңызшы. Майкл Джексон без музыка. Бәрі осыны жаттап алған ғой. Анан қараңыз. Сіз қандай движениесін білесіз Майкл Джексонның? Сізші? Ал енді кеттік, сіз
Сізден бастайықшы, сізге жарайын деп тұрсыз, келіңіз ортаға. Кел. Давай енді, онда Рәкеңнен бастайық, ортасынан бастайықшы, Рәкеңнен бастайық. Майкл Джексон. Әне. Ой, рахмет. Қалай? Нормально ма? Рамын, кеттік, Бәке. Ал енді екінші сен бірдеңе шығармасаң кеттік ортаға кел. Майкл Джексон. Ай, рахмет, тамаша. Ал енді Құданың намысын қорғап атқан кеттік. Майкл Джексон ортада. Құда Джексон. Ортаға. Ой, рахмет. Аяқта қапасына көп тұрған. Бәрекелді. Ал енді дауысқа саламыз. Құрметті қонақтар, енді жақсы билегендер қалады, 2 адам финалға шығады. Қалғанымыз, бірінші болып бастаған так, Рәкеңе. Жақсы. Екінші болып бастаған Бәкеңе. Бәкең қаталу. Үшінші болып бастаған Құданың намысын қорғап жатқан Құдаға. Қаталу. Рәкең. Ертең братандарға шашылып пісіресің. Осы тойдан кейін. Бәке, келіңіз. Сіз финалдасыз. Ой, масқара сіздің қолдаушыңыз көп. Келіңіз. Ал, келіңіздер ортаға. Енді екеуіңіз финалист. Бер келіңіздер. Ойбай, мыналар тегі. Келіңіздер, хит болып қалдыңыздар көстер. Маған ортаға келіңіздер, ести ма құлақтарыңыз? Аха. Бәрекелді, алдыңда өз фантазияларыңыздан билейсіздер қазір. Өз ойларыңыздан би шығарасыздар, өйткені сіздер бишісіздер, қаншама турдан өттіңіздер. Бәкең, Сулифа ойна жүрмеш, әділ болсын. Сулифа ойнаңдар, кім жеңіліп, кім бастайды? Сулифа. Не болды мынау? Ал енді, Бәкең бастайды. Сіздің өзіңіздің фантазияңыз бойынша қазір билейсіз. Осы жерден басты призді аласыз, және 10 000 теңге сыйақыңыз бар. Сондықтан Бәкеңнің қолдаушылары бар ма? Қайда? Жантүгелдер қайда? Бәрекелді. Және де біздің Құдамыздың қолдаушылары бар ма? Жақсы. Ал кеттік ал. Бәке, ортаға кел, қазір бір музыка қойылады. Тура соны билейміз. Ал кет. Ойбай. Сізді әлі шығарған жоқпын мен. 10 000 теңгені ойла. Ойбай. Рахмет. Мынандай бізде чоқпалыз азамат құттықтайық. Бәрекелді. Ал енді Бәке, келіңіз енді. Қазір халық бағасын беретін болады. Ал енді кеттік, Құданың намысын қорғап тұрған. Кеттік ортаға. Төрге қаратай, секіруіміз керек. Хоппа! Ойбай! Ойбай! Hoppa!
рахмет. Қалай биледі? Бәрекелді, ал енді келіңіздер дауысқа салайық. Бірінші, екінші орынның сыйлығын анықтайық. Ал енді бірінші болып бастаған, ал енді, Бағдат, және де сіздің есіміңіз Ермек. Ақша жоқ. Ал енді Бағдат үшін жақсы, және де Құданың намысын қорғап жатқан Ермек. Потолок. Ал енді Бәкеңе сыйлық берейік. Бүгінгі тойда Бәке осы Ахмедиярдан сізге сыйлық, және де басты призіміз Ермекке бір сыйлық және Құдаға. Мұнаны Құдаға берейікші. Ермекке. Ереке, мынау сізге. Және де мынау 10 мың теңгені сіз ұтып алдыңыз, енді білмеймін кімге бересіз оны. Құда қайда? Құда, біздің Құдамыздың намысын қорғап жатқан, және сыйлықты Құдаға берейін апар. Ермек, сыбайлас жемқорлық деп отырмын да ағайын. Халық недовольны ғой, Ермек. Қайтер Бәрекелді, Құданың намысын қорғап, бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындар, бүгін тойдың тойында енді бауырымызбен Қалсын жеңеміздің ортағаша сіздерге деген рахмет. Тыңдаңыздар енді, құрметті ағайындар. Рахмет, Ерекең молодец бүгін, бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі қуаныш иесіне бір шабала құрып қойыңыздар. Бәрекелді. Ал енді, Ереке, өзіңіз бір енді халыққа деген бір рахметіңіз болсын. Жиналған қауым, қонақтар, жижат жұрат, қайын жұрт, нағашы, жиын, бөле, браттар, бауырлар, коллектив бар. Рахмет барлықтарыңызға. Кейін қадамнан бір жолсын. Мен жаңа айтып отырмын ғой, жизненный кредо. Би болмаса да, би қонақта үй болсын әрқайсыларының үйлеріміз. Әр қазақ үйінде батырлар өсіп жатыр, сондай ұлы апаларымыздай қыздарымыз өсіп жатыр. Көзге көрінген тайтайлаған ұрпақтарымыз аман болсын әрқашанда. Сіздерге мың алғыс. Мен алғыстан басқа ештеңе айта алмаймын. Уәде беру бір абырой дейді, уәдені орындау мың абырой дейді. Теңге тиын заман қиын болған заманда осы тойда келіп қауышып отқанға қуаныштымын. Алла разы болсын. Бауырларыма рахмет. Ең бастысы қолдап, жан-жағымнан қолғанат болып отқан. Алла разы болсын. Достарыма рахмет. Аға, жеңге, бауыр, әпкелеріме рахмет. Мынау биеден алада құланда туылады деп қазақ айтады. Мен анам аланда құлауында туылмады деп ойлаймын. Қара мен ақты ғана туылды деп ойлаймын. Мен жалғыз жар деген ағам бар, Дидар деген. Бүгін тойда бола алмады. Екеуі көзінің қарашығындай болған ағам, мен ағымдай болған. Қазақ айтады, ноқтағасыз болды дейді, ноқтағасыз болды. Ағам да осы күнге дейін. Әкемнің орнына әке болған әрқашанда. Атаңда жоқ арғымақ, анаңда жоқ арғымақ. Найза бойы жар келсе, оңай болмас қарғымақ дейді. Нағашыларыма рахмет. Осындай қанымды обновлять еткен арғындарға, арғын жұртына рахмет. Еден мысты мынау Ахмедияр ұлымның өзім Ахмедиярға 2 ұлым бар ғой, Алла берген. 3-ші ұлым бұған Ахмедиярға ұзақ ғұмыр тілеймін. Денсау болсын әрқашанда. Аман болсын, ауырмасын. Жүйрік атқа
жүйрік атқа жел жаман дейді. Жел әрқашанда терісінен соқсын, балама әрқашанда сондай ұлы жол тілеймін. Шыңғыс қандай, Абылай қандай жолдар тілеймін. Алла қаласа сондай айдарлы, айдаһарлы сондай ұл болсын әрқашанда. Әр жақсылық өзім. Мен жалпы ақ көңілді қара ниет жігітпін өзім. Қандайсың деп сұраса солай айтамын мен, бірақ сөзбен ақ көңілді қара ниеттімін деп. Сол. Аман болыңыздар. Жиналған қауым әрқашанда жиендерім, жиен шарларым келіп жатыр. Түп нағашыларын іздеп, Аллаға сансыз шүкір. Мен бауырларыма, Ахмедиярдың қайын жұртына особенно рахмет. Айым болмай жатыр айтып жатты, айт деп отыр. Болтбайдан тараған ұлы жүздің 4 баласы бар. Сол ішінде Қожайдан тараған Ахмедиярдың баланың жақсы нағашыдан, үйдің жақсы ағашынан үйді отыр. Аман болыңыздар. Маған қандай ниет жақсылықпен тілеп келсеңіздер, сіздерге де сондай 1000 есе қайтсын әрқашанда. Алла разы болсын. Мен теріп сүртіп атқан ұлы жүз бөлтірік шешенің прямой ұрпағы Қазтай марқұмның баласы Даниэл деген бауырым мен. Бөлтіріктен ұрпаққа кезінде Құнанбайларды шалыныстырған, орта жүзді зебіктірген бөлтірік бұл. Сол ішінде ыстымаз ұлы жүз біз. Қандай арғын найман болса да біздің алдымызда зебіккен ұлы жүздің ортасының ішінде. Міне Алла разы болсын. Ата, баба әруағы қолдасын әрқашанда. Мен қуанам сондай арқалы жерден шыққаныма. Бақалек бауырымда құрдан бүгін танылған жоқпын. Енді 70-80% бүгін ыстылар отыр. Ана бөлінген бөр жетейді, бөлінбейік. Ауыз біршілік болсын әрқашанда. Рахмет барлықтарыңызға. Шын жүрегіммен қуаныштымын сіздерге. Рахмет. Құрметті жиналған қауым, қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырда сыйластық деген ұғымды биік ұстап, біздің әулетіміздің қуанышын бөлісіп келгендеріңізге сіздерге 1000 алғыс айтамын. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға осындай үлкен қуаныш бұйырсын. Біздің де сіздердің осындай тойларыңызда болу бұйырсын. Ұланның үлкен Алаштың аманатын арқалаған ұл қыздарымыз көбейе берсін. Сіздерге көп рахмет айтамын. Үлкен Қарағандыдан келіп жатқан, Тараздан ат терлетіп, менің абыройымды асқақтап келе жатқан өзімнің жұртыма төркініме рахмет айтамын. Қайын жұртыма Алматыдан сонау келіп барлық ағайын туысын басын қосып, барлығы бірігіп, қаншама ағайын екенін көрсетіп, көптіктерімізді көрсетіп келген сіздерге көп рахмет. Жиен тәтелерге рахмет. Өзімнің ұжымдастарыма рахмет. Барлығы да менің декретте отсам да абыройымның асқақ екенін көрсетті. Тараздан міне жолдасымен бірге оққан құрбым келіп жатыр. Осы шуға тұрмысқа шыққан құрбым келіп жатыр. Елдардың ұжымдастары сіздерге де көп рахмет. Сонау үлкен уақыт жоқ кезде уақыт тауып Алматыдан жұмыстарымызды сұрып келгендеріңізге сіздерге көп рахмет. Қатима Ахметбековна, сіз бастаған рахмет сіздерге. Жекжаттарымызға, ағайын туыстарымызға, өзіміздің құрдастарымызға ең алыстан Астанадан келіп жатыр, Алматыдан келіп жатыр. Сіздерге көп рахмет. Жекжаттарымызға рахмет. Міне барлық қуанышымызды бөлісіп отыратын ағайындарымызға, елдердің іні келіндеріне көп рахмет айтамын. Және де осы тойда барлығын көтерісіп, атқарысып жүрген әпкелеріме рахмет айтамын. Назгүл әпке, Жұлдыз әпке, Ақжарқын әпке, қазір ол кісілер қол тимей жатыр. Сол кісілерге де көп рахмет айтамын. Барлық менің еркелігімді көтеріп, жақсылығымызды бөлісіп жүрген сол кісілер. Және де мынақта төрде отырған мамамызға көп рахметімізді айтамыз. Осындай қуаныш сіздердің де отбасыларыңызда бола берсін. Рахмет. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындар, міне алтындай уақыттарыңызды кеп келгендеріңізге, жылы тілектеріңізді жиып келгендеріңізге Алланың нұры жаусын,
Бірінші тілек тілеймін, бір Алла деп жамағат құбылаға беті ұрсын деп. Екінші тілек тілеймін, екі дүние бақыты бұйып бізге тұрсын деп. Үшінші тілек тілеймін, аман болып 300 тектелдердің қатарына кірсін деп. Төртінші тілек тілеймін, төрт аяғын тең басқан, нағашылары ұсынған тұлпарды Ахмеджан ертеп мінсін деп. Бесінші тілек тілеймін, қаза болмай 5 намаз сәждеге терің сіңсін деп. Алтыншы тілек тілеймін, бүгінгі Ахмеджанымыз Алталаштың алдында аман есен жүрсін деп. Жетінші тілек тілеймін, жетесіз болмай ұл-қызың жет атасын білсін деп. Сегізінші тілек тілеймін, 8 наурызда жеңгелер бір сәт күлсін деп. 9-шы тілек тілеймін, 9 мамырда жеңгелеріміз, келіндеріңіз шегесі торсынай бір ұл тусын деп. Ең соңғы тілек тілеймін, осы тұрған ағайын баршаңыз Аллахым рақытты, бақытты қылсын деп, бір шабалақ, жақсылап ұрсын деп. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлықта. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлық. Осы тойымызда басынан аяқ атқарып берген, менің барлық еркелігімді көтерген Бағдат қайныма көп рахмет. Өнерің өрге жүзе берсін. Осы Алтындай ресторанның әкімшісі Гүлжан тәтей, сізге де рахмет. Жүрген, қызмет етіп жүрген даяшы ұл қыздарға да көп рахметімді айтамын. Тойларыңызда қызметтеміз құрайды. Бәрекелді, құрметті ағайындар, дастархандардың жиылмай уайымдарыңыз жоқ болсын. Қазақтың елінде тек той думан шаттық көп болсын. Енді осы тойдың соңы келесі тойдың басы деген ниетпен осы әулеттің тамаша той бастарын қабыл алыңыздар. Той бастар! Бәрекелді, уақытта біраз жерге таяп қалды. Осымен менің бүгінгі қызметім аяқталды. Аз деп сөкпеңіздер, болмасын өкпе, болса да өкпе созылмасын көпке. Тек қана тойда жолығайық, баршаңызды ортаға би алаңына.